Барлықтарыңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі ерекше бантик жасайтын боламыз. Біріншісі осындай невидимкіде, осылай невидимкімізді лентамен әсемдейтін боламыз. Бантиктің екеуінің де жасалуы бірдей, тек біреуі осындай невидимкіде болса, екіншісі осындай крабовый тәріздес невидимкіде, яғни заколкіге осылай қадайтын боламыз. Ендеше бастайық. Бізге ең алдымен репсовый лента керек болады. Менде бұл 3 см. Мінекей. 3 см. Бізге осыдан 14 см керек болады. Бізден осыдан 14 см керек болады. Мінекей. Осылай қиып аламыз. Мінекей қиып дайындап алдым. Яғни 14 см бізге екеу керек болады. Және осылай ортасына әсемдеу үшін осындай 5 см лента керек болады. Яғни біз оны майшамен осылай, яғни өздеріңізде спичкамен, зажигалкамен, яғни осылай алып тастаймыз жіптің шығып тұрған жерін. Брекетке алып тегістеп аламыз. Бәрін алдын ала дайындап қоямыз. Енді әрі қарай не істейміз? Әрі қарай екі лентамызды бірдей қылып бүктейміз. Және бірдей қылып бүктейміз. Және қараңыздар, біз ізі шықты. Осы жерден үш бұрышты қылып бүктейміз. Мінекей. Және оны тағы да бүктейміз. Яғни біздің мына сызығымыз астындағы сызығымен бірдей қылып істейміз. Мінекей. Бәрі біркелкі тұру керек осылай. Және мына үш бұрышқа келеміз. Осылай ұстаймыз. Келесі жағында дәл солай артқа қайырып, осылай ұстайтын боламыз. Бәрін біркелкі қылып ұстаймыз. Енді осыны инемізбен тігіп шығамыз, ине жіппен. Мінекей. Мінекей, бізде осындай пайда болады. Мінекей, бізде бантигіміздің бір жағы дайын болды. Екі рет тігіп бекітіп тастайтын боламыз. Енді келесі жағын жасаймыз, оны да қараңыздар, бірдей қылып бүктейміз. Енді лентамызды, бана біз осылай оң жағын қайырған болсақ, енді бұл жерде сол жағын қайратын боламыз керісінше. Сол жағын қайрып, тағы да қайрамыз. Яғни біздің астымыз осы сызықпен бірдей болу керек. Және банағыдай қайталаймыз. Артқа қарай қайратын боламыз. Мінекей, бізде осындай болып шығу керек. Енді осыны тігетін боламыз. Мінекей. Осылай бекітіп тігіп тастаймыз. Енді ортасына клей жағып, екеуін осылай бекітетін боламыз. Енді ортасын сәндейтін боламыз, ол үшін осылай бүктейміз. Және арасына клей жағып бекітеміз. Мінекей, бізде осындай ортасы дайын болды. Енді бантигімізді жинайтын боламыз. Мінекей, бізде осындай бантик шықты. Енді осыны банағыда ортасына қондыратын боламыз. Мінекей, бізде осындай әдемі бантик пайда болды. Енді осыны невидимкімізге қондыратын боламыз. Менде дәл осындай невидимка бар. Енді осыны дәл осындай қара лентамен әсемдейтін боламыз. Ең бірінші міне жіп шығып тұрған жерін зажигалкамен келтіріп аламыз. Мінекей, енді невидимкімізді ашамыз. Мына жеріне қыттай клей тамызатын боламыз. Яғни пистолет клейімізбен тамызамыз. Және сол жерге мына лентамызды кигізетін боламыз. Асықпай, бәрін бірдей қылып, осылай қадаймыз. Мінекей. Және жанына клей жағатын боламыз. Мінекей. Енді артқы жағына да клейімізді жағамыз. Жұқалап жағатын боламыз клейімізді. Жандарын бәрін осылай бір-біріне жабыстырамыз. Мінекей. Және лентамызды осы жерден көшеп, артын қиып тастаймыз. Мінекей. Мінекей, артын қиып тастаймыз және зажигалкамен шығып тұрған жібімізді бәрін алып тастайтын боламыз. Мінекей. Енді осыны клеймен осы жерге міне дәл осылай жабыстырып тастаймыз. Бұл жерге клейімізді жұқалап жағамыз, өйткені жабыстырған кезде клейіміз шығып кетуі мүмкін.
Мінекей бізде невидимкамыз лентамызбен дайын болды. Енді осыған алып дайын болған бантигімізді қондыратын боламыз. Яғни үшбұрышты жағын, осындай әдемі жағын осылай қадайтын боламыз бантигімізге. Ол үшін клейімізді бантигімізге жағамыз. Мінекей. Және осы жеріне де азымыз клейді жағатын боламыз. Клейді жұқалап жағамыз, қалың қылып жақпаймыз. Бантиктің арасына қолымызды салып, осылай жабыстыратын боламыз. Келесі жағы да дәл солай. Мінекей бізде дәл осындай әдемі бантик дайын болды. Мінекей өте әдемі. Жасап көрсеңіздер болады. Мінекей бізде осындай бантик дайын болды. Енді екіншісі бізде осындай крабовыйда. Оны біз бұның астын атласный лентамен, яғни осындай тонкий жұқа лентамен әсемдейтін боламыз. Ол үшін астыңғы жағына жұқалап клей жағатын боламыз. Және осыған жайлап лентамызды саламыз. Яғни ең алдымен бірінші бекітіп аламыз. Мінекей ең бірінші осылай бекітіп аламыз, және осы жерге жұқалап клейімізді жағатын боламыз. Мінекей, енді лентамызды осының бойымен асықпай жабыстырамыз. Мінекей. Енді келесі жағына үстінен жұқалап жағамыз. Мінекей, клейімізді жұқалап жағамыз. Асықпай лентамызды қайрамыз, асықпаймыз. Мінекей. Және осы жеріне жұқалап клей жағамыз. Мінекей. Артығын қиып тастаймыз. Және осындай шашақты жерін біз зажигалканың көмегімен дұрыстаймыз. Менде зажигалка жоқ, осылай майшамның көмегімен жасаймын. Осындай дайын болған основаға дәл осылай бантик жасап жабыстыратын боламыз. Бір-біріне бекітеміз осылай, арасына клей жағу арқылы. Екі жағын қатты қысамыз. Енді осының ортасын әсемдейтін боламыз. Бұны біз үш бүктейміз, дәл осылай бірдей қылып арасын. Мінекей. Енді осының арасына клей жағамыз. Келесі жағында дәл солай үшке бүктейміз. Мінекей, бізде осындай болып шығу керек. Мінекей, енді азымыз клей жағамыз. Лентамызды бекітеміз, яғни ортасына жабыстырып атқанымызды. Мінекей, осы основаға жұқалап, яғни бірінші бантигімізге жұқалап клейімізді жағып, осы основамызға қадайтын боламыз. Мінекей, бізде дәл осындай бантик пайда болды. Екі жағында осы азымыз мына жерге клей тамызып қарап тастасақ болады, осылай. Келесі жағына дәл солай. Мінекей, бізде дәл осындай екінші бантигіміз де дайын болды. Мінекей. Өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Өздеріңізге жасап көрсеңіздер болады. Видео ұнаған болса, арнама жазылып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда қызықты видеолар шығып тұрады.